Сәлеметсіңдер ме балалар, бірінші сынып әліпбе пәні 85-ші сабақ дыбысы мен әріпі тақырыбы. Балалар, әуелі деп айтайықшы кәнекей. Созылып айтылады, сондықтан да бұл дауысты дыбыс. Бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, ауа еркін шығады. Сондықтан да әріпі әліпбеде қызыл түспен белгіленеді. Ал енді балалар, дыбысын қолымызбен ауада жазып көрсетейік. Жарайсыңдар балалар. Ал енді әріпін түймелерден жасап көрсетейік. Ол сендерге өте қызық әрі оңай болады. Балалар, мына суретте экскаватордың суретін көріп тұрмыз, Бұл сурет бойынша мынадай әңгіме құрастырсақ болады. Экскаватор жер қазатын үлкен техника. Ол ауыр топырақты оңай көтереді. Экскаватордың көмегімен адамдардың жұмысы жеңілдеп, тез орындалады. Бұл техника жер қазып, құрылыс жұмыстарын жасауға көмектеседі. Экскаватор құрылыста өте қажет көлік. Балалар, экскаватор деген сөзде сөздің басында дыбысы кездесіп тұр, Экскаватор деген сөзде 10 әріп, 10 дыбыс бар. 4 дауысты дыбыс, 4 дауыссыз дыбыс бар. Яғни экскаватор 4 буыннан тұрады, Себебі сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Ал енді балалар, әріпі бар қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп бірге оқып көрейік. Экран, экипаж, электр, эскимос, элеватор, экскаватор. Балалар, бұл берілген сөздерде сөздің басында дыбысы кездесіп тұр, Бұл сөздерді қайталап оқу арқылы өзіміздің оқу жылдамдығымызды арттыратын боламыз. Сондықтан да балалар көбірек оқуға тырысайық. Ал енді балалар, төменде берілген мәтінді бірге оқиық. Мына кітап негеш деп аталады. Бұл кітаптан керекті ақпарат алуға болады. Одан эскалатор, электробус туралы оқи аласың. Балалар, берілген мәтінді бірнеше рет оқып, және мазмұнда үйренеміз. Менің алғашқы сөздігім кітапшасынан эскимостар туралы ақпарат тап. Балалар, эскимостар Арктика аймағында өмір сүретін байырғы халық. Олар суық климатқа жақсы бейімделген. Негізгі кәсібі аңшылық пен балық аулау. Тіршілік ету ортасы суық болғандықтан, эскимостар табиғи жағдайға бейімделіп өмір сүруге тырысады. Жазда бұғы терісінен тігілген күркелерде, ал қыста қардан жасалған иглу деп аталатын үйлерде тұрады. Келесі тапсырмада қайсы электр бұйымы дейді. Балалар, бұл жерде 4 сурет берілген, Электр бұйымы дегеніміз электр тоққа қосылатын заттар, Мұнда бірінші суретте тоқ шайнек. Бұл шайнекті тоққа қосып пайдаланамыз, балалар, сондықтан ол электр бұйымы болып табылады. Ал екінші суреттегі шайнек электр бұйымы бола алмайды. Себебі бұл шайнекті ыстық пешке немесе газға қойып қана қайната аламыз, Яғни, оның тоққа тығатын тоғы болмайды. Ал үшінші суреттегі шаңсорғыш электр бұйымы бола алады, балалар, өйткені оны тоққа қосып пайдаланамыз. Және соңғы суреттегі сыпырғыш бұл электр бұйымы бола алмайды, балалар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.